14-ші дәріс оқушының оқу жетістіктерін бақылау, бағалау және мониторинг жүйесін іске асырудағы ақпараттық және коммуникациялық технологиялар. Қарастырылатын сұрақтар: диагностикалаудағы ақпараттандыру құралдары, бақылау, өлшеу материалдарының мазмұнын қалыптастыру, оқытудың нәтижелілігін өлшеу әдістемесі. Коммуникациялық технологияларды және ақпараттану құралдарын көбіне мектеп оқушыларына оқу барысындағы бағалау үдерістерін және нәтиже деңгейін қадағалау үшін қолданылады. Мұғалімдер мұндай компьютерлік техника құралдарын педагогикалық бағалау және нәтижені қадағалау бағытындағы құрал ретінде пайдаланады. Мұндай компьютер құралдарын педагогикалық бағытта жасау және пайдалану оқыту нәтижесін қадағалау және өлшеуде өте маңызды рөл атқаратындығын естен шығармау керек. Қазіргі заманда мұндай оқыту жүйелерін қадағалау және бағалауда тест жүйелері қолданылады. Бұл термин бағалау жүрген жерде тақырыпқа байланыссыз кез келген жерде қолданылады. Тест жүйесін қолданатын қолданушылардың барлығы бұл жүйенің тиімді жақтарын көрсетті. Тест процедурасының барысында формалаудың және бірегейліктің жоғары деңгейлілігі, бірнеше компьютерді пайдалана отырып бір уақытта бірнеше тест жүйесімен жұмыс жасау, интернет бүкіләлемдік желісі бойынша немесе жеке компьютерлік желі арқылы қашықтықтан тестеу жүйесінің бар болу мүмкіншілігі. Тестеу жүйесі білімді бағалау, яғни қадағалау мақсатында жүзеге асады. Мұндай жағдайда мұғалім әрбір тақырыптан кейін немесе әр курстың соңында білімді қорытындылау мақсатында тестеу жүйесін ұйымдастыра алады. Сонымен қатар тестеу жүйесін оқыту үдерісі жүріп жатқанда да пайдалануға болады. Тесттерді топтау мен тестті автоматтандыруда компьютер құралдарын қолдану үшін тесттік материалдардың деңгейлік топтары бар. Бірінші деңгейдегі тесттер мектеп оқушыларының анықтамалық қызметтерді атқару білігін тексеруге арналады. Бұл тануға арналған тесттері тапсырма шартты «я» немесе «жоқ» деген жауапты қабылдайды. Ажыратуға арналған тесттер берілген жауаптардың ішінен дұрысын анықтау, жіктеуге арналған тесттер екі түрлі элементтің сәйкестігіне арналған тапсырма шешімі. Екінші деңгейдегі тесттер мектеп оқушыларын бұрын түсіндірілген қызметтерді алгоритмдік пішінде өз бетінше есте сақтау арқылы қайталау және қолдану біліктілігін анықтауға арналады. Оған жататындар алмастыруға арналған тесттер, конструктивтік тесттер типтік тапсырмалар. Үшінші деңгейдегі тесттер мектеп оқушыларының эвристикалық типтің өнімді әрекеттеріне дайындығын анықтауға арналады. Бұл типтік емес тапсырмалар мен жағдайлар. Төртінші деңгейдегі тесттер мектеп оқушыларының шығармашылық біліктілігін, олардың жаңа ақпаратты қабылдаудағы зерттеу мүмкіндіктерін анықтауға арналған. Бұл тест мәселе шешімі белгісі және атақты әдістердің анықталуы жолымен де тікелей қабылданбайтын тапсырмалар мен алгоритмдер. Бұдан басқа ақпараттандыру үдерісіне тағайындау бойынша құрастырылған тесттік материалдар тобы да кіреді. Мұндай топтарға жинақталады. Ақыл ой тесттері танымдық үдерістерді дамыту деңгейін талдауда қолданылады. Қабілеттілік тесттері мектеп оқушыларының түрлі қызмет салаларын игеру мүмкіндіктерін бағалауға арналған. Жетістіктер тесттері оқушылардың оқу нәтижесіне байланысты білім, біліктілік дағдыларының дамуын бағалайды. Тұлғалық тесттер оқушылардың қызу еріктік сапаларын бағалауда қызмет етеді. АКТ құралдарының мазмұнына кіретін тесттік тапсырмалар ерекше талаптар жүйесіне жауап беру керек. Ол талаптар құрамына бірінші кезекте мазмұнның пәндік тазалық, айқындылық, анықтылық, бірмәнділік, оңайлылық, сенімділік, форма дұрыстығы, жергілікті тәуелсіздік, технологиялық және тиімділік талаптары кіреді. Маңызды айқындылық бұл тесттің бақыланған оқу материалына сәйкестігі, функционалдық айқындылық тесттің бағаланған қызмет деңгейіне сәйкестігі. Ақпараттық қатынастық технологиялар құралдары қорында тестеуді автоматтандыру жүйесін компьютерлік құрастыру келесі кезеңдер есебімен өтеді. Жеке мектеп пәндері және осы пәндердің жеке тақырыптары бойынша тест тапсырмаларын құрастыру, тесттік тапсырмалардың құрылымын жасау, мектеп оқушыларының білім нәтижелеріне диагностика жасауда түрлі тәсілдерді қолдану, тесттік тапсырмалардың мазмұнын таңдау белгілерінің анықталуы мен қолданылуы, білім беру, болжау, бақылауда тесттік бақылау жүйесінің қолдану ерекшеліктерін анықтау, тест нәтижесінде оқушының алған бағасын анықтау тәсілдері мен шкалаларын белгілеу, білім беру нәтижесінің тесттік өлшемін ақпараттандыру мен автоматтандырудың мүмкін жолдарын зерттеу, АКТ бақылап өлшеу құрамы мен жасап бітіру құралдарын құрастыру, жалпы орта білім беру жүйесінде ақпараттық қатынастық технологиялар бақылап өлшеу құралдарын практика жүзінде қолдану кепілдіктерін құрастыру.
бақылап өлшенген акті құралдарын құрастыруда қазіргі кездегі дидактиканың жағдайымен келісілген кепілдемелер мен талаптарды ескеру қажет. Ол үшін осындай құралдар мен технологияларды әзірлеуде қарастыру қажет мәселелер. Мектеп оқушыларының назары мен қызығушылығын туғызуға қажетті құралдардың болуы, бақылау мен бағалау жүйесіндегі оқу материалдарының тапсырмалар мен жаттығулар қиындылығы мен күрделілік дәрежелерінің бөлектелуі, жалпылау үдерісін жеңілдетуге арналған формализациялау және қажетті тәсілдер құралдарының бар болуы, мектеп оқушыларының бақылау нәтижелері мен білім өлшемімен анықталатын қорытынды жалпылау сұлбалардың бар болуы. Оқу құралдарының құрамдас бөліктерін, бақылау жұмыстары мен жаттығулар түрлерін анық айқындайтын белгілер мен басқа да символдардың қолданылуы, теориялық сипаттамалардың практикалық мысалдармен бақылануы, практикадан алынған мысалдар негізінде құрастырылған бақылап өлшеу материалдарының құрастырылуы, оқу материалы мен мектеп оқушыларының дербес танымдық қызметіне сүйеу болатын қосымша дидактикалық қызметтер сипаттамасына ие бақылау өлшеу материалының арасындағы байланыс сипаттамасы, тілдік стильдің қолжетімділігі мен достығы, оның оқушылардың мақсаттық топтарына бағытты. Оқу материалдары, сұрақтар және бақылау кешенінің тапсырмалары мен білім деңгейін өлшеу бойынша навигацияның жеңілділігі, жалпы қабылданған анықтамалар мен терминологиялардың сақталуы, барлық пайдаланылған объекттер мен қарым-қатынастарды құрайтын анықтамалық режим, мектеп оқушыларының өзіндік жұмысы берілген материалды игеру ретінде, сонымен қатар сәйкесінше бақылау өлшеу үдерістері ретінде қате әрекеттерді өзгерту мүмкіндігінің орындалуы. АКТ педагогикалық өлшеу жүйесіне кіруін айта отырып, өлшеу мен бақылаудың өнімділігін айтатын аспекттерді бөліп қарастыруға болады. Бұл аспекттердің қатарында әрбір оқушыға педагогикалық өлшеу дайындау мен жүргізуге арналған қиын жұмысты орындаудан оқытушының босатылуы, оқытушыға кәсіби әрекетті шығармашылық іске асыру үшін уақыт беру, оқу нәтижелілігінің жан-жақты және толық тексерілуін қадағалау, педагогикалық өлшеулердің объектілігі мен оларды стандарттауды қадағалаудың өсуі, педагогикалық өлшемнің нысандануы мен бір ізге салынуының жоғарғы дәрежесі. Бірнеше оқушыларға арналған өлшемнің бір уақытта өту мүмкіндігі, телекоммуникациялық технологияларды қолдана отырып қашықтан педагогикалық өлшеуді ұйымдастыруды қадағалау мүмкіндігі. Көптеген оқытушыларды бақылау өлшеу материалдар қорын жасау, жүргізу және қолдануға назарларын аудару мүмкіндігі. Педагогикалық өлшем нәтижелерін жасаудың жедел қимылдаушылығы мен көп факторлылығы педагогикалық өлшемді ақпараттандырудың мүмкін теріс әсері көрінеді. Оқушылардың компьютерлік технологиямен жұмыс істеу жылдамдылығы. Оқушылардың компьютердегі жұмыс үдерісін келесі талдау мен бағалау серпінінде сақтау мүмкін емес. Оның жұмыс нәтижесі қағаз түрінде сақталуы мүмкін. Білім беру стандарттары мен оқу бағдарламалары жалпы орта білім беру жүйесінде қолданылатын техника түрі мен бағдарламалық қамтамасыз етудің тізімін белгілемейді. Көптеген жағдайларда акт құралдары педагогикалық өлшеудің объектілігін теріс көрсететін фактор болып табылады. Оқу нәтижесін өлшеудің педагогикалық жүйесінің сәтті енгізілуі үшін үш негізгі міндетті шешу керек. Біріншісі, білім талаптарына сай әрбір оқушының жетістіктерінің, біліктілігі мен дағдыларының нәтижесін анықтауға мүмкіндік беретін мемлекеттік жалпы орта білім беру стандартының тіркеулі жүйелері. Екінші міндет, оқушылардың қазіргі кездегі жүйелер мен өз пәні аумағында өлшенетін педагогикалық құралдарды кешенді қолдану қажет екендігін көрсетеді. Үшінші міндет, ол оқушылардың білімін тексеру мен өзін-өзі тексеру біліктілігі мен қарым-қатынасын жасау қажеттілігіне қатысты. Назарларыңызға рахмет.